Менің есімім Айман. Жай ғана бір әйел, жұрттың көзіндегі көптің бірі. Ал шындығында көп жараның иесі. Бұл оқиғаны айту маған оңай емес. Бірақ айтуым керек. Себебі мен секілді үндемей, түнде жылап жүрген әйелдер қаншама. Бұл соларға арналған әңгіме. Бұл менің жан айғайым. Мен Асқармен 22 жасымда тұрмыс құрдым. Әдемі көйлек киіп, ақ босағадан аттаған сәтте мен өзім ертегіге еніп кеткендей сезіндім. Келін болдым, үмітпен, махаббатпен, қиялмен, бірақ ертегі ұзаққа созылмады. Жаңа өмірімнің алғашқы айларында шындық шегін көрсетті. Асқар жұмыстан келіп шаршап тұрса, кінәлі мен. Ас үйде балалар үйді шашса, кінәлі мен. Үндемей отырып қалсам да бір сылтау табып ұрыс шығаратын. Бірінші рет дауыс көтергенде мен өз-өзімді кінәлі сезіндім. Мүмкін расында мен дұрыс істемеген шығармын дедім. Екінші рет, үшінші рет таяқтың астында қалғанда кешірдім. Бірақ ұмытам дедім. Төртінші, бесінші кейін санауды да қойдым. Ұрып, боқтап, масқаралап тастаса да мен кетпедім. Неге? Себебі бала бар, себебі ұят болады, себебі ажырасқан деген атақтан қорықтым. Сырт көзге бәрі жақсы. Дастархан жаюлы, күйеу үйде бала өсіп келеді. Бірақ менің жанымда тыныштық болмады. Түн сайын жастығым көз жасыма ашыланып жатты. Асқар мені басқа елдермен салыстыратын. Пәленшенің әйелі жұп-жұмыр, сен толып кетіпсің. Мына үйді анау келіншектей таза ұстай алмайсың. Тіпті сен сол келіншектей де сөйлей де алмайсың. Сен әйел емессің, сен жүксің. Ол үшін мен қолындағы зат қана едім. Бір күні қол көтеріп бетіме түкіргенін ешқашан ұмытпаймын. Сол сәтте ішімде бір нәрсе өліп қалғандай болды. Бірақ мен үндемедім тағы да. Күйеуім әр ұрғаннан кейін кешірім сұрайтын, гүл әкелетін, қымбат зат сыйлайтын, жұмсақ үнмен бәрі жақсы болады дейтін. Мен сенетінмін, себебі мен әйел едім. Әйелдің табиғатында үміттену бар. Бірақ сол үміт мені жылдар бойы тұншықтырды. Күндердің күнінде мені қатты итеріп жіберді. Басым соғылып, есімді жоғалттым, көзімді ауруханада аштым. Жарақат ауыр емес, бірақ тынығу керек деді дәрігер. Ал менің ішкі жарамды ешкім көрген жоқ. Сол сәтте мен бір ғана ойда болдым. Мұны мен енді тоқтату керек. Болды. Бұлай өмір сүруге болмайды. Бірақ тағдыр ирониясы, ауруханадан да ол алып шықты, кешірім сұрады. Мен енді өзгерем. Айман, сен мені кешір, баламыз үшін бәрін басынан бастайық деді. Жүрегім сенбесе де, үмітім тағы да алданды. Бірақ 2 айдан кейін бәрі қайта басталды. Ұрыс, балағаттау, қол көтеру. Бір күні ұлым келіп, көзімнің көгергенін көріп, мама, папам саған неге тисе береді, неге жылай бересің деді. Сол сәтте менің аналық жүрегім күйреп түсті. Мен өзіме емес, балама әділетсіздік жасап жүргенімді түсіндім. Ұлым осындай әке бейнесін көріп өссе, ертең өзі қандай адам болады? Анасына қорлық көрсеткен адамды көріп өскен бала кімге мейірімді бола алады? Сол түні мен ұйықтай алмадым. Ол үйде тәтті ұйқыда жатты. Ал мен ішімнен шешім қабылдадым. Мен енді кетем, бірақ бұл жолы шын кетем. Жол жоқ. Сағат түнгі 3 еді. Баламды оятпай, жылы орап алдым. Үндемей чемодандарға керектілерімді салып, көз жасымда тоқтамады. Бірақ бұл әділетсіздіктің жасы емес еді. Бұл бостандықтың көз жасы. Есікті жауып таксиге отырдым. Артқа да қарамадым. Сол түн менің 2-ші рет дүниеге келген күнім болды. Бастапқы күндер оңай болмады. Пәтер жалдау, ақша табу, баланы жалғыз тәрбиелеу. Қиынның қиыны. Бірақ мен тыныш ұйықтай бастадым. Ешкімге жалтақтамай таң атырдым. Қолым ауырса да жүрегім ауырмады. Мен жұмыс істедім. Базарда сатушы болдым. Тіпті үй тазалап ақша таптым. Әр тиынды үнемдеп жүріп, баламды киіндірдім, тамақтандырдым. Менің жалғыз тілім наным.
Тыныш күнім мен тәтті болды. Ажырасқаным үшін өкінбедім. Менің бір ғана өкінішім ертерек кетпегенімде. Кеш қалдым. Өзімді жоғалтып барып әрең таптым.